Қазір біз Малайзияда Пинанг островында фэншуй аудит жасап жатырмыз. Мына ғимарат сатылып жатыр. Бұл ғимаратқа 2 жылдай. Бұл ғимарат егер сатылса мынандай талаптар. Бұл дизайн қалай болып тұр осы? Тура осындай қылып бүткіл нені сақтап, жаңағы жерде терезелер ағаштан, сондай нелерін бәрін қайта салып, отель бірдеңке жасайын десең, тура осындай келбеті бұрынғы ескі суреттеріне қарап, тура сөйтіп қайта келтіру керек. Негізі бұл кезінде мектеп болған. Бұған 200 жылдай бұл Пинангтың ең центрі, ең қымбат жер бұл жерде. Сон біз клиент бізден сұрап жатыр. Мұндай ғимаратты алуға бола ма? Өйткені бұл кәдімгідей қымбат, өте қымбат жер, өте қымбат мынау здание. Сосын восстановлениясы өз қиын да. Бүткіл талаптарды сақтау керек. Бұл жерде басқа ештеңе салуға болмайды. Мынандай озеленение ғана жасауға болады. И тура осындай келбеті болу керек да. Қалай 2 жыл бұрын осындай болды, тура сондай жасауым керек. Сонда отельге көп орын болмайды да. Сонда номерлер өте қымбат болады. Сол уайымдап жатыр клиент, инвестиция жасаймыз ба, жоқ па. Сосын бұл центрде жалғыз ғана осындай не сатылып жатқан. Біз оған түсіндіріп айттық. Бұл ғимаратты алуға болмайды инвестиция бойынша. Неге десеңіз, мына жерде көршінеде мүрде бар, кладбище дейді, қазақшасы мүрде дейді ғой деймін. Егер кладбищенің жанында осындай бизнес объект алсаңыздар, сауда болмайды. Мына жерге өте үлкен $100 миллион инвестиция жасау керек, кемінде $100 миллион. Өйткені жер өте қымбат, зданияның өзін ремонт оңай емес, специалисттер керек. Өйткені ескі технологияны пайдалану керек. Сол спутниктен суретін көрсетем, тура жанында видеоны қойып қоям. Үлкен бір делар. Ол үшін фэншуй аудит жасайды клиенттер. Егер үлкен бір инвестиция жасап, отель ашам, бүйтем десеңіздер, негізі бірінші фэншуй аудит жасау керек. Өйткені бұл инвестицияны жасап аласыз, сосын ақша деген қайтарылмайды одан. Бұл жерде сауда болмайды. Сауда болғанда да қиын жүреді. Жаңа жерде оборот болса да жақсы прибыль болмайды бұндай помещениеден. Негізі район керемет. Мына жерде жақын арада су бар. Енді помещениенің өзі де өте әдемі. Суреттерін көрдік, ескі суреттерін әдемі болған. Бірақ бұны біз алуға болмайды дегендей шешімге келдік. Өйткені бұдан түк шықпайды. Ақшаны тығады. Бұл ғимарат ақшаны жейді, өте көп жейді. Жаңағы жерде прибыльге шықпайды. Табысы жоқ болады да. Құрдан көрі ақшаны құртады. Құртқанда бұл қымбат жер болғаннан кейін, оның бәрін кәдімгі инвестиция болады. Кемінде бір $200-300 миллион кететін шығар бұған. Восстановлениясы бар, озеленение, анау-мынау, сатып алу бар, учаскін. Одан да көп шығуы мүмкін. Сондай. Қазір Пинанг аралдарында не жасап жүрміз, фэншуй аудит жасап жүрміз объектілерді клиенттерімізге.